сынауға бірдей мөлшерде тұз қышқылын ерітіндісін құямыз. Бірінші сынауға тұз қышқылына магний ұнтағын саламыз. Көпіршіктер шығады. Ол реакция жүрді деген сөз. Келесі бізде екінші сынауға тұз қышқылына мырыш ұнтағын саламыз. Көпіршіктер шықты, реакция жүрді деген сөз. Үшінші сынау тұз қышқылына темір ұнтағын саламыз. Реакция жүрді, себебі көпіршіктер шықты. Және соңғы сынауға біз мұз ұнтағын саламыз. Салған кезде реакция жүрмеді, себебі көпіршіктер шықпады. Осыны көріп біз айта аламыз, мұз судан тұз қышқылында қышқылы болмайды, себебі ол судан әлсірек. Яғни